Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге әрбір жаңажылдық дастарханда тұратын және де өте әйгілі сельдь под шубой салатын жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сонымен салатты жасауға кірісейік. Ең алдымен пиязды маринадтап аламыз. Ол үшін 200 мл суға 1 шай қасық тұзбен 1 шай қасық қант және 1 шай қасық 70% уксус салып жақсылап араластырамыз. Жұқа етіп туралған қызыл пиязға дайындап қойған сұйықтығымызды құйып аздап араластырамыз. Пияздың бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында селедканы тазалап, ұсақтап тураймыз. Тарелкаға форманы қойып, туралған селедканы салып, тегістеп шығамыз. Мен бұл салатқа бүтін селедканың жартысын қолдандым. Селедканың үстінен майонез жағамыз. Майонезді осындай кондитерлік қапшыққа салсаңыздар, жағуға ыңғайлы болады. Маринадталған қызыл пиязды суынан сырғытып алып саламыз. Егер пиязды ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Пияздан соң қайнатылған 2 дана картопты үткіштен өткізіп саламыз. Майонез жағып, 1 дана піскен сәбізді үткіштен өткіземіз. Сәбіздің үстіне тағы да майонез жағып, 2 дана жұмыртқаны үткіштен өткізіп саламыз. Жұмыртқаға майонез жағып, 1 дана піскен қызылшаны үткіштен өткіземіз. Салаттың бетіне майонез жағып, тегістеміз. Салатты 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында бетін безендіретін құймақ жасаймыз. Ыдысқа 1 жұмыртқа, 120 мл сүт, 2 ас қасық өсімдік майы, 30 грамм езілген қызылша, 1 шай қасық қант, шым-шым тұз және 80 грамм ұнды салып жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табаны аздап майлап, қамырдан 1 ошау құйып, осылай 2 жағында пісіріп аламыз. Ал енді құймақтың арасына жағатын салмасын дайындайық. 100 грамм плавленый сырға 2 ас қасық езілген қызылшаны салып, жақсылап араластырамыз. 1 сарымсақты үткіштен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып, дайын болған салманы құймақтың арасына жағып ораймыз. Құймақтарды кішігірім етіп кесіп, гүл сияқты форма беріп, осылай салаттың үстіне салып шығамыз. Гүлдердің арасын укроппен безендіреміз. Под шуба салатын сіздер де дәл осындай рецептпен жасап көріңіздер. Дастарханда өте әдемі әрі ерекше болып тұрады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.